Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, арнамның қонақтары, арнаға қош келдіңіздер. Мен әдеттегідей өзімнің күнделікті жұмысым, бір әдемі бейне түсіргім келіп жатыр. Мен бүгін осы бір қазының қабыртқаларын бір борщ жасармын деп салып тастағанмын. Негізінде менің жоспарымда бүгін сорпа пісіру еді. Бірақ сорпа емес, бір басқа тамақтың реті келіп қалды. Сондықтан да мен осы қабырғаларды бір буға пісіріп алғым келіп жатыр. Сондықтан да егер қызықтырса, менімен бірге болыңыздар. Енді мен бір сәбіз, 4-5 картоп, бір үлкен пияз алдым, және бір капуста алдым. Капустаның беткі қабаттарын қазір тамағымның бетіне жабу үшін бүтіндей алуға тырысып жатырмын. Маған 1-2-3 қабығы жарайтын болады. Және капустаның тек қана бір жартысын ғана пайдаланайын деп тұрмын. Тамағым менің бір жеп қоятындай болу керек. Құрметті менің оқырмандарым, егер сіз менің арнама тіркелмесеңіз, арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Енді осы капустаның жартысын мен үлкен бөліктерге бөліп алам. Мен капустаның буға піскенін өте жақсы көрем. Осындай ірі қылып турап аламыз капустаны. Уақтасақ, олар уже мыжылып, шамал болып піседі. Ал буға піскен капуста осындай ірі қылып турасаңыз өте әдемі піседі. Керемет болып піседі. Келесі кезекте мен қойдың іш майын алдым. Біразғантай ол маған жаңағы пісіретін ыдысымның ең төменгі бірінші қабатына салатын боламыз, жайып. Негізінде қойдың шарбы майы болса керемет болады. Енді жаздың кезінде бұл тамақ өте жақсы піседі. Қазанның астына жайып жіберіп пісіруге. Қазір бұл қатып жатқан май дегенменде осыны қазір табамызға салатын боламыз. Енді мен демдеуіштерден 1-2 үлкен сарымсақты алдым бөлігін. Енді оларды осындай ірі қылып турап жіберіп жатырмын. Және қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, және тағы да бір корей салатын демдеуіш сияқты демдеуіш алдым. Сондай-ақ менде қысқа қатырған болгар бұрышы менен помидор бар еді. Сол екеуінен де біразғантай алып жатырмын. Бір 4-5 бөлігі жарайды. Міне осындай помидорлар қысқа қатырылған. Енді осы дайындап алған тағамдарымыздың бәрін кастрюлемізге жинайтын боламыз. Ең бірінші қабатына, жаңа айтып өттім, осындай майларымызды салатын боламыз. Және пияз саламыз. Пиязы көптеуде болған жақсы болады. Негізінде шарбымай төсеуге әдемі болатын еді. Енді осыдан кейін мен бірден қабыртқаларымды сала берем. Бұл қазының қабыртқалары. Биыл біздің сойған жабағымыз өте нашар болды, өте арық болды. Сондықтан да енді барынша етін қалдырған болдым. Сылып алып тастаған жоқпын. Енді бетіне жаңа бір 4-5 картошкамызбен жаңа қалған пиязымызды, сәбізіміздің бәрін осылай салатын боламыз. Одан кейін жаңағы помидорымызды, болгар бұрышымызды салып жібереміз. Осылайша кезектестіріп сала береміз. Енді мен демдеуіштерін салып алып жатырмын. Жаңа қара бұрышымды, қызыл бұрышымды онша көп емес, бір шай қасықтан ғана алдым. Өте ащы болып, тұзы ащы болып кетсе де, бұрышы ащы болып кетсе де жақсы болмайды. Сондықтан да мен тек бір азғантай дәмі шығу үшін бір шай қасықтан алдым. Енді оның үстіне су құйып жіберіп жатырмын. Жаңа демдеуіштерім айнала бөліну үшін су құйдым. Және бетіне капусталарымызды саламыз да, сосын бетін жаңа қабықтармен жабамыз.
Міне менде осындай бір кастрюль тамақ шықты. Енді мен газға ең бірінші кішкене үлкендеу отқа қоямын да, содан кейін барып өте жай отқа қойып 2 сағаттай пісірем. Оған дейін әрине қалған жұмыстарымызды жасап аламыз. Енді әйел адамның өмір бақи бітпейтін ыдыс-аяғы бар. Сол ыдыс-аяқ жуасың, басқа да жұмыстарың бар. Тамақ пісіргенде айналаңның бәрі қоқып қалады. Сөйтіп мен енді ыдыс-аяғымды да жуып алдым, асықпай тамағым піскенше. Мен 1-2 сағаттай міне қойдым, осындай болып пісті. Енді тек тәрелкеге салуымыз ғана қалды. Мен бірінші қабатына жаңағы бетіне салған капустаның жапырақтарын салып жатырмын. Және міне капустаның жаңа ірі бөлікке бөлген жерлерім мен осындай әдемі болып пісті. Сол күйінде езілген жоқ, мыжылған жоқ. Енді осылай картопымызды, сәбізімізді ретіменен бәрін салып аламыз. Сонда бізде керемет әдемі тамақ шығады. Құрметті менің оқырмандарым, менің бейнем мәресіне жетіп те келе жатыр. Осындай қазақ тілді арналардың дамуына сіз үлкен үлес қоса кетсеңіз деген бір азғантай жаңағы өтінішім бар. Ол үшін бар болғаны арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетсеңіз, жаңағы осындай арналардың дамуына сіз үлкен бір көмек берер едіңіз дегім келеді. Менің арнамда түрлі тағамдардың дайындалу жолдары бар. Ол өзімнің өмір бақиғы жасап келе жатырған өзімнің тәжірибеммен келген дайындау әдістері сіздерге пайдасын тигізетін шығар деп ойлаймын. Сондықтан да құрметті менің оқырмандарым, арнаны қолдай кетіңіздер. Арнадан алыстамаңыздар дегім келеді. Мен күнде жақсы бір рецепттермен бөлісіп тұратын боламын. Менде осындай бір керемет әп-әдемі тамақтар шықты. Оны мен петрушкамен, жаңағы укропмен осылай бетіне сеуіп жіберіп жатырмын. Бұның бетіне астында сорпасында бетіне құйып жіберсеңіз керемет болады. Менің сорпам суды кішкене мен азғантай құйыппын. Менде дұрыс сорпа болмай қалды. Сондықтан да осындай тамақ шықты. Әрине өзінің буына піскен тамақ өте керемет болады. Міне осындай тамақ шықты. Қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.